1996 жылғы Олимпиада ойындарының бокс турнирінің басты жұлдызы Флойд Мейвезер, Владимир Кличко, Олег Саитов және Антонио Тарвер емес, Василий Жиров болды. Турнирдегі ең шебер боксшыға берілетін беделді Вэл Баркер кубогының жеңімпазы атанды. Қазақстанның тұңғыш Олимпиада чемпионы Жиров 81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде күрделі қарсыластарынан сенімді өтіп, алтынға ие болды. Жартылай финалда Тарверді жеңді. Олимпиададан кейін Василий бірден кәсіпқойға айналды. Бірінші ауыр салмақта өнер көрсете бастады. Қатарынан 31 жекпе-жекте жеңіске жетті. Оның 27-сі нокаутпен. IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағын иеленді және оны 4 жылға жуық ұстады. The Ring журналы оны Джеймс Тонимен жекпе-жегін 2003 жылы үздік деп атады. Жиров нағыз бокс жұлдызы еді. Атланта Олимпиадасының болашақ чемпионы Василий Жиров Қазақстанның Қарағанды облысындағы Балқаш қаласында дүниеге келген. Боксшының балалық шағы қиын болды. Әкесі ерте қайтыс болды, кейде отбасында тамақ жеткіліксіз болды. Анам 6 бала тәрбиелеп өсірді. Қиын болды, әкем қайтыс болды. Бұл қиындықтар мені және менің отбасымды нығайтты. Тамақтанбаған кезде әлемге басқа көзбен қарау керек. Отбасын асырау үшін жас Василий Балқаш көлінде балық аулады. Кейінірек спортшы есіне алады. Балқашта бұрыннан балық көп болған. Бала кезімізде достарыммен балық аулауға баратынбыз. Маған көлге барып судан күш-қуат алу ұнады. Бірде досы Жировқа өзін бокста сынап көруді ұсынады. Біз жаңа ғана Рокки Бальбоа туралы фильм көрген едік. Мен өзіме Рокки сияқты болуға мақсат қойдым. Және біртіндеп арманыма қарай жылжи бастадым, деп еске алады болашақ чемпион. 12 жасында ол қаладағы кәсіптік техникалық оқу орындарының бірінің бокс секциясына келіп, жаттықтырушысы Александр Апачинскийдің қолына түседі. Білікті маман боксшыға екінші әке тәрізді болды. Спортшы өзінің алғашқы бапкері Александр Апачинскийді құрметпен еске алады. Менің алғашқы бапкерім қатал адам болды. Ол өмірде әлсіз болсаң, өмірдің энергиясы сен жеп қояды деп үйретті. Маған қандай жағдай болмасын, соңына дейін жетуді үйреткен де сол кісі еді. 1991 жылы боксшы КСР жастар құрамасына қосылды. Бір жылдан кейін 15 жасында Жиров бокстан Қазақстан чемпионы атанды. 1993 жылы Василий тағы да Қазақстан чемпионатында, кейін ТМД чемпионатында жеңіске жетті. Әлем чемпионатында Василий үшінші болды. 1995 жылы Жиров жартылай финалда америкалық Антонио Тарверден жеңіліп, әлем чемпионатында тағы да үшінші болды. Балқаш жолбарысының бокс карьерасының басты жылы 1996 жыл болды. Атлантадағы ойындардағы алғашқы жекпе-жекте Василий Жиров Хулио Сезар Гонсалесті мерзімінен бұрын жеңді. Кейін итальяндық Петро Ауриньо боксшының қолынан зардап шекті. Ширек финалдық кездесуде Жиров канадалық Трой Ростан мықты болып шықты. Жартылай финал тартысты өтті. Қазақстандық боксшының қарсыласы баяғы америкалық Антонио Тарвер болды. Бұл жолы Василий мықтырақ шығып 15-9 ұпай санымен жеңіске жетті. Оңтүстік кореялық Ли Син Бэге қарсы финалдық жекпе-жекте Жиров жанкүйерлердің қолдауынсыз қалмады. Залдың барлығы дерлік Қазақстан деп ұрандады. Василий Корей жігітін оңай жеңді, 17-4. Ал нәтиже жарияланғаннан кейін ол мемлекеттік туымен рингті айналып қуанып секірді. Бұл Қазақстан бокс тарихындағы Олимпиададағы алғашқы алтын болды. Техникасы шебер боксшыға берілетін Вэл Баркер кубогында иеленді. Келесі жылы Жиров кәсіпқой бокста дебют жасады. 1997 жылы қаңтар айында ол америкалық Винсент Браунды техникалық нокаутпен жеңді. Жиров 1998 жылы бірінші титулға ие болды. Ол америкалық Рич Ламонтанды жеңіп, WBC халықаралық чемпиондық белбеуінің иегері атанды. 1999 жылы Жиров IBF нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанды. Қазақстандық боксшы америкалық Артур Уильямсты техникалық нокаутпен жеңді. 2003 жылдың сәуірінде Жиров Джеймс Тониден ұпай саны бойынша жеңіліп, IBF әлем чемпионы белбеуінен айырылды. Боксшы американдықтың темірдей қорғанысын бұза алмады. Нәтижесінде соңғы раундтың санаулы секундтары қалғанда Жиров нокдаунға түсіп, чемпиондық атағын қорғаудың барлық мүмкіндігінен айырылды. Осыдан кейін Жиров ауыр салмаққа көшті. Алайда бірнеше жеңісінен кейін ол Джо Мессиден жеңіліп, Майкл Мурермен болған драмалық жекпе-жекте нокаутпен ұтылды. Осыдан кейін оның бокстағы жетістіктері құлдырай бастады. Балқаш жолбарысы соңғы жекпе-жегін 2009 жылдың қазан айында өткізіп, америкалық Джонатан Уильямсты нокаутпен жеңді. Бокспен қош айтысқан соң Жиров ақш-та тұруға қалды. Спортшы Аризона штатында жаттығу залын ашып, кәсіппен айналысады. Жиров анда-санда Голливуд актері Стивен Сигалмен бірге жаттығады.